Сәлем достар, бүгін сіздермен түскі асқа нан салма дайындаймыз. Бұл тағамды ойласам, бірден маған Шымкент есіме түседі, себебі сол өңірде өте көп жасалатын тағамдардың бірі. Ең алдымен етімізді жақсылап қуырып аламыз. Етіміз қуырылам дегенше көкөністерді Кенвудтың кубик-нарезка насадкасында кесіп алатын боламыз. Кейін пиязымызды жақсылап қуырғаннан кейін көкөністерін бірінен кейін бірін салып жақсылап қуырып, томат пастасын және өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерін қосып жақсылап бір қуырып аласыздар да үстінен суын құйып 1 сағат көлемінде бұқтырып пісіріп аламыз. Ендігі кезекте қамырын жасауға кірісейік. Осы Кенвуд алғалы мен үшін ең оңай тағамдар қатарына осы қамырдан жасалатын тағам түрлері жатады. Себебі сенесіздер ме, 3 күлше қамырды Кенвуд маған небәрі 3-ақ минутта жайып кесіп берді. Жанның рахаты, әсіресе осындай қатты қамырларды жайып кескен кезде. Қамыр жақсы иленгендіктен бірде-бір ұн қолданбадым. Соның арқасында жан-жағым барлығы ұн болмай тап-таза қалпында қалды. 3 күлше қамырды 2-ге бөліп Кенвудтың өзінде осылай пісіріп алдым. Индукциясы 180 градусқа дейін қызатындықтан қамырымды да тез арада пісіріп алдым. Жалпы бұл техниканың мүмкіндіктері сіздің уақытыңызды үнемдеп қана қоймай, тамақ жасаудан ләззат береді.